Әділхан қызы Ақан, Жамбыл облысы Қордай ауданының Қарасу ауылында 1950 жылдың 1 мамырында жылқышы отбасында дүниеге келді. Отбасындағы 7 баланың тұңғышы болды. Кішкентай кезде балалығын жасап, өте көңілді, көпшілік балалармен бірге ойнап күліп жүруші еді. Енді үлкейгеннен кейін қайын жұрттарына да сіңімді болды. Анада айтып жатыр, қайтыс болғанда айтып жатыр ғой жолдасы. Үйіне бір қашып бармап еді деп. Соның жақсылығы ғой оның үйіне бір тегі бармағаны. Барған жеріне таудай, тастай батып, судай сіңді. Ел жұртына қалаулы болды. Кішкентай кезімізде әкеміз бізді көтеріп, бағып, арқасына салып, жуатып, өсірген. Шешеміздің орнына шешеміздей болған, шешеміз жұмыста істеген. Әкеміз жылқы бағатын, шешеміз қылшада жұмыс істейтін. Сол әкелеріміз өсірген бізді. Әкеміз әбден жақсы адам өзі. 1969 жылы Сағынжан екеуі отбасын құрып, 2 қыз 3 ұлды өмірге әкелді. Тұңғыштары Ерғали 69 жылы дүниеге келсе, одан кейін Зарима, Ерлан, Назима, Ержандарды дүниеге әкеліп, бақытты ана атанды. Олардың барлығы ер жетіп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған бақытты жандар. Біз Ақан екеуміз Әділхан қызы. 1968 жылы күзінде таныстық. Аға жеңгем екеумізді таныстырып, сөйлестіріп, кейін екеуміз 1-4 ай бір-біріміздегі ақылдасып жүріп, 1969 жылы 11 февраль күні екеуміз қосылдық. Содан екеуміздің енді мынау екеуміздің арамыз бәрі жақсы болды. Екеуміздің ынтымақтастық 53 жыл өмір бірге сүрдік. Арамызда 5 бала болды. 2 қыз 3 ұл болды. Барлығын солдарды оқытып, екеуміз сол балалар үшін еңбек еттік. Жаман болғанымыз жоқ, Құдайға тоба. Сол балалардың бәрін 2-ден институт бітірдіп, барлық жұмысқа орналастырып, екеуміз аяғында пенсияға шықтық. Оның енді жай шаруа болатын, мықты болатын, жақсы, адамгершілігі мол болатын. Қанша адам ертікпесең үйге қабағын шытпайтын, бір шағын шай дайын тұратын тамағымен. Сол көпшіл болатын, өте қонақшыл болатын, қонақты көп жақсы келгенді жақсы күтетін. Айтатыным, рахметті бала шағама, қыздарға, күйеу балаларға, келіндерге, балаларға, ағайын туған, бәріңізге рахмет. Бұл бір кісінің қолынан келетін іс емес. Ал сосын алдағы достарыңызды алып қойыңыздар. Бесеуімізді асырап бағып, бізді жақсы жағдайлармен жеткізді. Бізге жақсы ана бола білді, немерелеріне жақсы апа бола білді. Еш уақытта ешкімнің көңілін қалдырмайтын мамамыз. Анамыз сағынамыз, жетіспейді. Кейбірде анам телефонмен әңгімесін айтып, осы кейінгі кездерінде ренжіді, сендер көп хабарласпайсыңдар деп, соның өзінде күніне бір рет даусымызды естімесе жылап қалатын. Сол өмірден өтті ме екен, анам қатты сағынып жүрмін. Даусын сол кездерінде әр минутына сол кезде көбірек сөйлеспегеніме өкінемін.
Anam katты sağınıp жүрмін. Немерелерім бәрі аяқтанса екен, осылардың тілеуін тілеп жүрген жақсы ана болды. Алла тағала дүниеде кімді ерте алады, кімді кеш алады, бір Алланың ғана қолында. Сабыр түбі сары алтын енді, анамызды сағынсақ та, анамызға тек қана жатқан жері жайлы болсын деп тілеймін. Осы балалар айтып поддержка жасайды, ел айтады, біз баламызға айтамаймыз деп. Айтатын жерде айтып та аламыз, соғатын жерде соғып та аламыз, ұратын жерде ұрып та аламыз. Бірақ күшті көрмейсің ба? Мына балаларды айтамыз, өсірдік, өндірдік, айтқанымыздан шықпай, айдауға жүреді. Өзіміз бар да, өзіміз кеткеннен кейін, нақты соны тымақпен қалатын шығар деп ойлаймын. Қыз отбасыларын, қыз ұзатында үйленбеген балаларын үйлендіріңдер, бірақ тойларынан үзбей шақырып, қатысып тұрыңдар. Әрдайым сендер көке жақсылықта келем көріп. Соғысына Алла сосын, құлыңдар, алыңдар, не барам. Akbim жатқан жер торқа болсын. Қалған өмірім бала шағаларына берсін. Akbim ақылдап өстіп, алдымнан шығып жүреді. Орны толмайды екен. Жатқан жері торқа болсын, жұмсақ болсын. Қалған өмірім бәрін бала шағаларына берсін. Осы жылы енді осындай бір басымызға келіп жатқан сынақтан дүниеден озды. Қазіргі уақытқа дейін әлі апамызды күнге еске алып, жақсы кездерді есімізге алып, күліп, ойнап, анда-санда бір жылап аламыз. Енді қазағым айтады ғой, жақсы адамның жақсылығын айт деп. Осы ес білгелі бері апамның бір ұрысқанын, бір сөз көтерген естімеппін. Қашанда балам деп ешқайсымызды бөлмей, тек қана жақсылықпен, тек қана мейірімділікпен қарайтын деп бәрімізді ойлап жүретін. Осы Озабаевтар сияқты үлкен бір әулеттің жалғасы болатын. Бәрімізді ойлап, кемшіліктерімізді бетімізге басып, жақсылықтарымызды жақсартып, бәрімізді осы жақсы болсыншы, осы өскенде бір азамат болсыншы деп айтып отыратын. Ананы былай істе, ананы былай істе деп ақылын айтатын. Өзім үшін енді апам орны толмас тұлға деп санаймын. Немерелер барлығы жоғарғы оқуларын бітірді. Мектепте оқитындары да бар. Анамыз Ақан өмір бойы халыққа қызмет істеп, фермада, балабақшада, бензин құю бекетінде оператор болып жұмыс істеді. Барлық жерде абыроймен істеді. Өзінің жұмыс істеген жеріне адал болды. Артында қалған ұл қыздары, немерелері, шөберелері ақ әжесінің, анасының бейнесін естен мәңгі шығармақ емес. Жатқан жерің жайлы, жаның жәннатта болсын, асыл ана. Әумин. Бәрі де ана, бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба? Өзің бар деп қуандым. Жыладым ба? Өзің жоқ деп жастамды. Бәрі де ана,
bir özüңнен басталды. Жанарыңнан көрдім алғаш аспанды, еркелесем, бір өзіңе еркелеп, жасқандым ба? Тек өзіңнен жасқандым. Алғашқы дәм, ол да сендік сүт еді. Ақ сүт берген қашанда үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларыма жеткен жерден бітеді. Сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатынан көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бұл өмірде, жалын биік өзгеден. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жанына жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Құласаңда жылама деп, бақыт тілер аяулым. Өзіңсіз ана күнім шықпас, көп ішінде